Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 2023 жылдан бастап ең төмен жалақы көбейеді. Заң аясында 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірқатар көрсеткіштер өзгереді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2023 жыл 2025 жылдар аралығында республикалық бюджет туралы заңға қол қойды деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Заң аясында 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірқатар өзгерістер өзгереді. Олар: ең төменгі жалақы 70 мың теңге, ең төменгі мемлекеттік базалық зейнетақы 24 341 теңге, ең төмен зейнақы 53 076 теңге, айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге, ең төмен күнкөріс деңгейі 40 567 теңге. Айта кетері, бұған дейін Сенат осы заңға бірқатар өзгерістер енгізіп, мәжіліске қайтарған болатын. Барлық құқықтары қорғалған ел.кз белсенді сілтемесінен пайдаланыңыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.